Белгілі бір жағдайда температураның өзгеруіне байланысты көптеген заттар өз күйін өзгертуі мүмкін. Бұл құбылысты күнделікті кездестіруге болады. Қатты денеден бастайық. Қатты денені белгілі бір температураға дейін қыздырғанда, ол өз пішінін сақтай алмағандықтан еріксіз сұйықтыққа айналады. Бұл процесс балқу деп аталады. Және осы процесс жүзеге асырылатын температура балқу нүктесі болып табылады. Әрбір заттың өзіндік балқу температурасы болады. Мұз Цельсий бағаны бойынша 0 градус температурада ери бастайды. Зат өз қалпында қалады. Ал өзгеріске түсетін заттың агрегаттық күйі ғана. Сұйықтықтың жоғарғы бөлігі газға айналуы мүмкін. Сұйықтық газ тәріздес күйге айналатын процесс кез келген сұйықтықтың қызу температурасында жүзеге асады, және ол булану деп аталады. Бұл да дәл сол заттың өзі. Өзгеріске түскен оның агрегаттық күйі ғана. Бұл суда жүретін процесс. Ол біртіндеп буланады да, көрінбейтін газ, яғни су буына айналады. Бұл процесс сұйықтықтың тек беткі қабатында жүретіндіктен баяу өтеді. Сұйықтық беті мен температура қаншалықты үлкен болса, булану да соншалықты жылдам жүреді. Мұны жаз мезгілінде әсіресе есте сақтау қажет. Сыртқа ауа райы жылы болған кезде гүлдерді жиі суару керек. Себебі гүл ыдысындағы және жапырақтардағы судың булануы ауа райы салқын болған кезге қарағанда жылдам жүреді. Жанар-жағар май, спирт немесе әтір сияқты кейбір заттардың өзіндік өткір иісі болады. Біздің сол иісті сезетініміз ол заттың газ күйіне ауысқандығын дәлелдейді. Сұйықтықтың газға айналуы басқаша жүруі де мүмкін. Сұйықтықты қыздырған кезде ол белгілі бір температурада жылдам газға айнала бастайды, және тек беткі қабатында ғана емес, сұйықтықтың бүкіл көлемінде. Бұл қайнау процесі болып табылады. Ол, мысалы, сіз су қайнатқан кезде жүзеге асады. Заттың агрегаттық күйінің өзгеруі керісінше жүруі де мүмкін. Газ температурасын белгілі бір нүктеге дейін төмендеткен кезде сұйықтық тамшылары пайда бола бастайды. Бұл процесс конденсация деп аталады. Бұл құбылысты тоңазытқыштан қандай да бір затты алғанда байқай аласыз. Су буы тамақпен жанасқан кезде тез суып, оның бетіне конденсацияланады. Ал оны жеткілікті деңгейде суытқан кезде сұйықтық қатаяды, немесе қатты дене түзіледі. Бұл процесс қатаю немесе қату деп аталады. Ал осы процесс жүзеге асырылатын температура қату температурасы деп аталады. Нақты бір заттың балқу және қату температуралары бірдей болып табылады. Ол дегеніміз, салқындатылған су Цельсий бағаны бойынша 0 градус температурада қатады, немесе қатаяды. Мұз да дәл сондай температурада ериді.